Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз шахмат ойынындағы негізгі және жиі қолданылатын терминдерге арналады. Шахмат ойынында негізгі және жиі қолданылатын термин ол шах. Шахмат партиясы кезінде екі қарсыластың біреусінің кез келген фигурасы патшаға шабуылы патшаға шах жариялайды. Патша шахмат тақтасындағы ең маңызды фигура болып саналады. Ойын ережесіне сәйкес патша ойын кезінде шахтан қорғаулы болуы тиіс. Патшаға шах жарияланған кезде оны жалтарудың үш әдісі бар. Ең алғашқы әдіс патшаға шах берілген кезде ол шах беріп тұрған фигураны жою болып саналады. Екінші әдісіміз патшаға шах жарияланған кезде патшаны шах жарияланған алаңнан қауіпсіз алаңға көшіру арқылы шахты жалтаруға болады. Патшаға шах жарияланған кездегі одан қорғанудың үшінші әдісі ол шах беруші фигура мен патша арасына патша түстес өзге фигураны жабу арқылы қорғануға болады. Шахмат ойыны кезінде тағы бір ескере кететін жайт ол ат фигурасы. Ат фигурасы мен патшаға шах жарияланған кезде біз ешқандай фигурамен қорғана алмайтынымызды білуіміз қажет. Мұндай жағдайда біз ең бірінші әдіс шах жариялаушы атты жою арқылы шахты жалтарамыз, болмаса патшаны өзге қауіпсіз алаңға алып кету арқылы қорғанатын боламыз. Бұлай жасауымыздың себебі ат фигурасы кез келген фигурадан аттап жүре береді. Осымен біздің бүгінгі бейне сабағымыз тәмамдалды. Келесі сабақта жүздескенше.